Келесі қадамда біз бөлінген әрбір классқа белгілі бір аннотациялық жазбаларды анықтауымыз қажет. Яғни бұны біз аргиста әрине су нысандар, батпақтар деп жаза алмаймыз растрдың өзіне. Бірақ өзіміз үшін осы класстарға бөлінген және аннотациялық мәтіндер өте көмегін көп тигізеді. Arctoolbox-қа кіріп, осы жақта Conversion Tools from Raster to Polygon деген Raster to Polygon деген құралдың көмегіне жүгінеміз. Осы жақта reclass'ты turk 1 дегенді input raster ретінде анықтап, shape файлын анықтаймыз. Енді осы бойынша конвертация процесі жүргізіледі. Енді көріп отырғандарыңыздай, біздің shape файлымыз сәтті аяқталды және әр shape файлдың бағанасында grid code деген столбец бар, бағана бар. Сол біздің әрбір классқа қандай класс екендігіне сол жауап береді. Raster калькуляторды raster reclass 4 дегенді ашып, ID grid code, яғни grid code көріп отырғандарыңыздай 9, 6, 2, 4. 2-ден 9-ға дейінгі класстар көрініп отыр. Енді осыны біз өзіміздің папкамызға сақтап, оны вектор форматына сақтап қоюымыз керек. Десктопқа кіреміз, настройка GIS приложение, вектор. Осы жақта жаңа папка ашамыз, яғни бұл land use land cover деп ашамыз, бағанағыдай. Енді осының ішінде жазамыз. 2020 полигон деп. Полигон деп жазамыз. Save басамыз, окей басамыз да біз осы деректерімізді экспорттаймыз. Біздің экспорт сәтті аяқталды. ES батырмасын басамыз да қажет емес аймақтардың барлығын алып тастаймыз. Remove басып, өзімізге қажетті тек осы shape файлмен бағанағы зерттеу объектіміздің сыртқы қабатын қалдырамыз. Түркістан 2020 polygons open attribute table деп артық қабаттардың барлығын өшіп тастаймыз. Object ID, delete field, есті басамыз. ID-ді басамыз, delete field. Shape length, delete field. Және shape area, сәйкесінше delete field деп жазамыз. Енді осы әрбір класстың көріп отырғандарыңыздай әр объекттің, әр нысанның ауданын табу үшін жаңа бағаны ашып, add fieldті басамыз. Осы жақта SQR деп жазамыз. SQR километр, яғни квадрат километр ретінде есепке аламыз. Яғни бұны даблмен басамыз да, окейді басамыз. Осыны басқаннан кейін біздегі деректерді және осы өлшем жұмыстарын сәтті орындау үшін UTM зоналарын білуіміз қажет. Мысалы, UTM зоналарын ашу үшін біз бұрынғыдай Google Chrome'ның көмегіне жүгінеміз. UTM zones map деп жазамыз. Осы жақта өзіміздің аймағымызды тауып алуымыз қажет. Осындай интерактивті құрал ашылғаннан кейін өзіміздің аймағымызға барып, мысалы бізде өзіміздің Түркістан облысы болғандықтан 42-ші зона екендігіне көзіміз жетті. Енді осы барлық жұмыс аймағын 42-ші зонаға көшіріп, properties'тің көмегімен 42N деген зонаны таңдаймыз. Окейді басамыз да. Енді біздің аймағымыз көріп отырғандарыңыздай 42-ші зонаға көшті. Квадратный километрге барып, calculate geometry'ді басамыз. Осы жақта 42-ші зонаны таңдаймыз. Бірінші, екінші тұрған. Квадратный километр деген, square kilometers деген бағананы басып, окейді басамыз. Енді осы жақта бізде есептеу процесі жүріп жатыр. Енді біздің әрбір нысанның ауданын есептелу сәтті аяқталды. Енді мысалы әрбір класстың қанша аудан алып жатқандығын есептеу үшін selectionға қосыламыз. Select by attributes, grid code 10 дейміз де, get unique values.
мысалы екінші бізде қандай зона? Екінші дегеніміз ол бізде су нысандары. Яғни су нысандарын көлемін ауданын есептеу үшін окейді басамыз да осы жақта бізге тек су нысандарын таңдап береді. Енді сквер километр деп басып, мысалы енді сіздер тек су нысандарын қалдыру үшін Түркістанға кіресіздер да, Түркістанға кіріп selection ішінде open table showing selected futures дегенді басасыздар. Яғни бұл жақта сіздерге тек таңдалынған нысандарды ғана көрсет деген команда бересіздер. Square километрға барып статистик дегенді басасыздар. Статистиктің ішінде сум деген бар. Яғни сум дегеніміз су нысандары осы Түркістан облысында қанша квадратный километр жерді алып жатқандығын көреміз. Яғни су нысандары 2020 жылы 1202 де оны дөңгелетсеңіздер болады 8 ретінде. Осылай жуықтасаңыздар болады, километр квадрат жер алып жатқандығын көрініс табады. Яғни басқа нысандарды тура осы есеп бойынша есептейсіздер. Яғни екінші батпақтарды есептеп көрейік. Батпақтарды есептеу үшін ол үшінші класс екендігі бізге белгілі. Грид кодқа үшті басамыз да, окейді басамыз. Яғни бізде үшінші батпақтар ғана көрініс табады. Енді осы жақта статистиканы басамыз. Сум осы жаққа батпақтардың ішінде 2020 жылы қанша километр квадрат батпақ бар екендігі анықталған. 174 де 3 километр квадрат жер алып жатқандығы көрініс табады. Енді үшінші ауыл шаруашылық алқаптарын тауып көрейік. 2020 жылы қанша ауыл шаруашылық алқаптары бар екен? Selection. Өрт өтейді басамыз. Километрге барамыз. Статистикті басамыз. Сум аламыз да, осы жақта конверт етіп, бізге осы жаққа километр квадратын алуына ықтималымыз. 11188 де 1 километр квадрат жерді алып жатқандығы көрініс табады. Енді қалғандарын да тура осы принцип бойынша есептеп шығамыз. Енді әрбір класстың ауданын есептегеннен кейін біз осылардың динамикалық көрсеткіштерін де анықтауымыз керек. Яғни динамикалық көрсеткіштерін анықтау үшін 20, 21, 22, 23, 24 деп 5 жылға деректерді осылайша талдауымыз керек. Әрбір жеке-жеке бағаналарға бөліп, класстарға жіктеп, сол бойынша. Енді осы деректерді біз Excel-да жаңа бет ашып, мысалы, книга 2 деп ашып, осы бағаналардың барлығын ашып, енді біз оны мысалы жоғарғы бөлігінде жазамыз. Бас нысандар, нысандардың атауы, нысандардың атауы және де 2020, 2021 осылай біз барлығын жазуымыз керек. Яғни осы жақтағы көлемі 2020, 21, 22, 23, 24 көлемдерін осылайша анықтауымыз қажет. Яғни осы жылдарда мысалы километр квадрат деп қоссаңыздар өздеріңізге жеңіл болады. Осылайша қосамыз да, мысалы осы жаққа 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген класстарға бересіздер. Одан кейін осы класстардың барлығына су нысандары, батпақтар, ауыл шаруашылық алқаптары, мысалы, елді мекендер, уақытша және
уақытша мұздықтар орналасқан аумақтар, мұздықтар, жартастар және де ашық алаңдар. 2020 жылға осы есептелген деректерімізді қосуымыз қажет. 1202-8, 174-3, 11188, 1574-4. Осылайша әрбіреуін жеке-жеке бағанаға қосуымыз қажет. Енді осыларды диаграммалық негіз бойынша көрсетуіміз қажет. Яғни ол үшін су нысандары мен 2022 жылдағы деректерді ставка, рекомендуемые диаграммы, осы жақта дөңгелек диаграмманы таңдауымыз қажет. Осы бойынша түстерін өзгертесіздерді, олардың проценттік арақатынасын табасыздар. Жер жамылғысы. Жер жамылғысы сандарының пайыздық көрсеткіші. Главное, мысалы, комиссия роман таңдайсыздар. Плюс батырмасын басамыз, подписи данных қаншалықты алып тұрғандығын осылай көрсетеміз. Сонымен қатар әрбір жылды да келтіру арқылы сіздер су нысандарының өзгеру динамикасын, батпақтарын, яғни осы 9 кластың жеке-жеке пайыздық мониторингтік, яғни динамикасын талдауларыңыз қажет. Мысалы, мына жаққа бір сандар жазайық: 1100, 1300, 1280 деген сияқты, мысалы, ойдан жазбалар құрастырайын. Су нысандарының, мысалы, өзгеру динамикасы, ставка, рекомендуемые таблицы. Осы жақта су нысандарын осылай келтірулеріңіз қажет. Тек су нысандарын емес, басқаларын да, мысалы, мына жақта 150, 160, 188, 205 деген секілді батпақтарды тура осылай ставка, рекомендуемые таблицы осындай сызық бойынша көрсетулеріңіз қажет. Осылай өзгеру динамикасын әрбір 9 кластың, одан бөлек әрбір жылдың үлестік мөлшерлерін жеке-жеке көрсетіп, осылайша жұмысты аяқтауларыңыз қажет.